Ассалаумағалейкум. Мына өткенде Көкемаралда сұрап жатқандар шөбі гүлғаны мынау жапырағаны көрініп тұрған шығар. Күйіп қалған соң енді анық көріне қоймайды. Өсіп тұрғандағындай. Так, бүгін мен сіздерге осыны қалай дайындау жолын көрсетемін. Мынау Көкемарал негізі былай ұзын болып тұрады. Бірінші жуып аласыздар, мен сіздерге шайып көрсете салайын. Жалпы таза сумен жуу керек деген көрсетіп жатқан ниет қой. Осыны аламыз да жақсылап бүктеп, мынау шәугімге саламыз. Осы шәугімге сыйғызып. Оның ішіне мынау қант, науатты қосамыз. Ащы болады, дәмі слишком болады. Сәлде осыны тәтті дәм беру үшін, ішу үшін. Осының үстінен 1,5 литр су қосамыз, соны қайнатамыз. Міне, бұлай болып қайнайды. Маған азырағын кәдімгі шай сияқты болып жетеді осы. Міне, осыны ішіп жібереді. Қазір ыстық суыған соң азырақ ішіп аламын.